Армысыз құрметті оқушылар. Біз олимпиада осы биыл күзде келген ауыл олимпиадасын ары қарай есептерін шығаруды жалғастырамыз. Келесі есеп ол 11-ші сыныпқа келген қызықты комбинаторикалық есеп. Есептің шартымен танысайық. Бізде бүтін сандар жиыны, егер кез келген үш қатар тұрған санның ішінде осы жиынға жататын екі сан болмаса, сиретілген деп аталады дейді. Яғни бізде 1, 2, 3, 4, 5, 12-ке дейін осы 12 саннан тұратын жиынның қанша ішкі жиыны бос жиынды қоса алғанда сиретілген болып табылады дейді. Сонымен есептің шартын дұрыстап түсініп алайық. Сиретілген жиын дегеніміз не? Мысалы бізде 12 элементтен тұратын жиын берілген. Мысалы А жиыны деп белгілеп қояйық. Мысалы А жиынында бізде 12 элемент бар. 1, 2, 3, 4, осылай 12-ке дейін. Осы 12 элементтің, осы А жиынының қандай да бір ішкі жиыны, мысалы, бір Б деген ішкі жиынын алайық. Ішкі жиын деген түсінеміз, барлығымыз не екен. Мысалы, Б деген жиынында егер 1 және 4 деген саннан тұратын осында ішкі жиынды алсақ, бұл сиретілген болады. Сиретілген дегеніміз не деп тұр? Кез келген қатар тұрған санның ішінде осы жиынға жататын екі сан болмау керек. Яғни не деген сөз? Қатар тұрған үш санды алайық. n плюс 1 және n плюс 2. Осы үш санның біреуі ғана кіру керек қой жиынға. То есть подряд үш сан тұрмау керек. То есть кез келген екі элементтің айырмасы 2-ден үлкен болу керек. Түсінікті, мысалы 1 мен 4 келеді. Себебі 4-тен 1-ді азайтсақ, ол 3-ке тең. Яғни қатар тұрған жоқ. Қатар тұрған үш санға кіріп тұрған жоқ бұлар. Мысалы тағы да бір мысалын алайық. Мысалы С деген ішкі жиынды алайық. Например, бұл жаққа мысалы 3, 7, 11. Бұл да сиретілген жиын болып табылады. Себебі қатар тұрған үш санның ішінде екеуі жоқ. Екі сан кездесетіндей бұл жақта элементтер жоқ. Яғни түсінікті, яғни мысалы бір элементтен ғана тұру мүмкін да, мысалы D деген жиын, ол тек қана мысалы 10 деген саннан ғана тұру мүмкін. Немесе мүлдем бос жиын болуы мүмкін. Мысалы бос жиын былай деп белгілеп қояйық. Яғни бұл бос жиын, ол да сиретілген болып табылады есептің шарты бойынша. То есть, мысалы, үш қатар сан алсақ, n плюс 1, n плюс 2. Осы үш қатар санның ішінде біреуі ғана болу керек та. Мысалы, n мен n плюс 2 боламайды. Мысалы, x деген жиынды алсақ, мысалы, 4, 6, 10 деген. Онда бұл болмайды, себебі 4 пен 6 ол қатар тұрған үш санға кіріп тұр екеуде. 4, 5, 6 деген қатар тұрған үш санды алсақ, соның ішінде екеуі болып тұр да, 4 пен 6. Түсінікті, Басқа сөзбен айтқанда, мысалы, кез келген екі AI азайтылған AG 2-ден үлкен болу керек қой, бір сөзбен айтқанда. Немесе 3-тен үлкен, немесе тең болу керек. Есептің шарты осындай. Так, жақсы, есептің шартымен танысып алдық, түсініп алдық деп ойлаймын. Енді есептің шығарылуына көшейік. Так, мен берілген жиынды қайтадан жазып қояйын. А жиыны деп 1, 2, 3, 4 осылайынан кете береді. 10, 11, 12. Міне 12 саннан 12 элементтен тұратын осындай жиын бар. Так, енді былай істейік. Бізде бір сиретілген жиынды уже білеміз. Ол бос жиын. Яғни бір ішкі жиын бар. Бір ішкі жиын бар. Ол уже анықталып тұр, ол бос жиын. Енді ары қарай жиындарды есептеу үшін мынандай әдісті қолданайық. Мысалы, былай деп белгілейік. FK дегеніміз ол ең үлкен элементі K болатын, ең үлкен элементі K саны болатын сиретілген жиындардың саны болсын. Сиретілген жиындар саны болсын, Мысалы, ең үлкен қандай да бір ішкі жиын аламыз, соның ішіндегі ең үлкен элемент K болса, онда солардың санын FK деп белгілейді. Мысалы, қараңыздар, мысалы, F1 неге тең? Ең үлкен элементі 1-ге тең болатын бір-ақ жиын бар. Ол осы жиын, осы ішкі жиын, 1 деген. Бұл басқа жиын жоқ, 1-ден кіші сан жоқ.
ең үлкен элемент бізде 1 болатын, бір ғана сиретілген жиын бар. Ол 1. 1-дің өзі. Мысалы F2 ол да 1-ге тең. Ол 2 деген осы ішкі жиын просто. 2 деген санның өзі ғана. Дұрыс қой? Мысалы 1 мен 2-ні аламаймыз ғой, себебі олар қатар тұр. F3 ең үлкен элементі 3-ке тең болатын барлық ішкі жиындарды қарастырсақ, соның ішінде сиретілген болатын бір ғана ішкі жиын бар. Ол 3 деген саннан тұратын ішкі жиын болды. Себебі 3-ке біз 1-ді де қосарлай алмаймыз, 3 пен 2-ні де 1-ге аламаймыз, себебі ол есептің шартына қарама-қайшы болып тұр. Так, енді F4-ті есептейік. F4 уже бізде 2-ке тең болады. Ең үлкен элементі 4 болатын барлық ішкі жиындарды қарастырып шықсақ, солардың ішінде сиретілген жиын болатын 2 жиын бар, ішкі жиын. Ол бізде 4 деген санның өзі, 4 деген санның өзінен тұратын ішкі жиын. Және 4-ке 1-ді қосарлауға болады. Екеуін 1-ге алсақ, осында ішкі жиынды алсақ, бұл да сиретілген болып табылады. Яғни F4 бізде 4-ке тең болады, 2-ке тең болады. F5. F5 бізде уже 3. Яғни 5-тің өзінен тұратын жиын, ішкі жиын, ол сиретілген. Сосын 1 мен 5-ті алсақ болады, айырмасы 3-тен үлкен, 2-ден үлкен. 2 мен 5-ті алсақ болады, бұл да сиретілген болып табылады. Так, давайте F6-ны да есептейік. Уже ары қарай қалай есептеу керек екені түсінікті. F6-ға мысалы 6-ның өзі кіреді. Сосын мыналардың барлығына бір-бірден қосып шықсақ болады уже. Қараңыздар. Так. Қараңыздар, мынаған қосарлауға болады. Мынаған қосарлауға болады, мынаған қосарлауға болады. А уже 4 пен 5-ке мыналарға қосарлай алмаймыз, себебі 6 мен 4-дің айырмасы, 6 мен 5-дің айырмасы уже 2-ден үлкен болмайды. Түсінікті, Сол үшін бізде бұяқта ішкі жиындардың саны 4 болады. Яғни 6-ның өзі 1 мен 6, 2 мен 6, және 3 пен 6. Яғни 4. И осы жерден біз қазір уже рекурренттік байланысты алып аламыз. Яғни қараңыздар. Мен қайттан жазып қояйын мәндерін. F1 бізде 1 болды ғой. F2 бізде 1 болды. F3 бізде 1 болды. F4 бізде уже 2 болды. Яғни 1 мен 4 және 4-тің өзі. F5 бізде 3 болды. F6 бізде 4 болды. Сонда мына жерде мынандай қорытынды жасауға болады ғой. Мысалы F6 қарап отырсақ, ол F1 қосылған F2 қосылған F3 деп алсақ болады. Түсінікті, және плюс 1. Плюс 1 дегеніміз ол бос жиын. Яғни қараңыздар. F1 дегеніміз ол 1 деген элементтің өзі ғана, F2 дегеніміз ол ең үлкен элемент 2-ке тең болатын бір ғана сиретілген жиын бар. F3 дегеніміз ең үлкен элемент 3-ке тең болатын бір ғана ішкі жиын бар, сиретілген. И F4 и бос жиын бар, Енді осылардың барлығына біз 6 деген элементті қоса аламыз. Так. 6-ны қоса аламыз, сонда бізде 6-ның ең үлкен элемент 6 болатын сиретілген жиындар саны шығады. Сонда бізде мынау рекурренттік қатынас орындалып тұр. Мынау заңдылық орындалып тұр. И осылайнан ары қарай біз уже есептей бере аламыз да, жалпы түрін жазып қояйық сонда. Қараңыздар. Мысалы FK болса, бұған K-1 и K-2 деген сан кірмейді. Яғни ең үлкен элемент FK болса. Бірақ оған дейінгілердің барлығы кіреді. Сонда 1-ді қосамыз бірінші, ол бос жиын. Сосын F1, одан кейін F2, и кете береді FK-3-ке дейін. Осындай рекурренттік қатынас бізде шықты. Енді ары қарай біз F12-ні қазір оңай есептей аламыз. Сонда F12 дегеніміз F12 емес. Жалпы n деп белгілейік.
барлық сиретілген жиындардың санын n деп белгілейік. Сонда ол бізде бір бос жиын болады. Сосын f1, f2, f3, f12-ге дейін. Яғни барлық k-ның барлық мәндері үшін 1-ден 12-ге дейін. Осылардың барлығын қосып шығуымыз қажет бізге. Так, мына жаққа былай деп жазып қояйын қазір. f11 плюс f12 деп қояйын. Осылардың барлығын бізге есептеп шығу керек. Біз алғашқы 6-ауын есептедік қой. Алғашқы 6-ауын есептедік. Қазір қалғандарын осы рекурренттік әдіспен тез есептей саламыз. Так, қарайық. Мына жерге қайттан оралайыншы мен. Осы жерден есептеп тастайық қазір. Так, мен мыналарды өшіріп тастай салайын. Так. Осы әдіспен қазір есептеп шығамыз. Қарайық. F7-ні есептеу үшін бізге мыналарды қосу керек. F4-ке дейін 5 болып тұр, и 1-ді қосамыз. Яғни 7 бос жиынды. 7-нің өзін. Сонда бізде 6 болады. F7 деген. F7 дегеніміз бізде 6. F8. Так, мына жерде бізде 5 болды ғой. 5-ке мына 3-ті қосамыз. 8, и тағы 1-ді қосамыз. 9 болады. Сонда, я? Бос жиынды қосамыз. F8, F9 дегеніміз, мына 9-ға еще мына 4-ті қосамыз. Сонда 13 болады. F10 дегеніміз, сонда 13. F10 дегеніміз F7-ге дейінгілердің қосындысы. 13, 13-ке 6 қосамыз, 19 болады. Сонда F11-ді есептеп тастайық. Ол сонда 19-ға 9-ды қосамыз. 28 болады. F12 дегеніміз. Так, 28-ге 13-ті қосамыз, 13-ті қосамыз, 41 болады сонда бізде, 41. Так, F13 пен 14-ті есептей салайық. Қазір ол не үшін қажет болатын, қазір көреміз. Көрсетемін. F13 дегеніміз сонда 19-ді қосамыз, 41-ге. Ол 60 болады. И F14-ші ең үлкен элемент 14 болатын. Бізде 14 жоқ, 12 қысам, бірақ бізде қазір F14 керек болады, қазір түсіндірем не үшін екен. Так, 60 болды, 60-қа 28-ді қосамыз, мұнан сонда 88, Так, міне, барлық мәндерді есептедік. Енді жаңағы жазған рекурренттік неге оралайықшы. Бізде барлық сиретілген жиындардың санын n деп белгілесек, ол 1-ден 1 қосылған F1 қосылған F2 и қосылған F11 қосылған F12-ге дейін болады. Енді қарайық. Ал мынау неге тең? Мынау неге тең бізде? Жаңа біз мынандай формула жаздық қой. F дегеніміз ол 1 қосылған F1, F2, F-3-ке дейін. Сонда 11-ге K-3-ті теңестірсек, сонда K тең 14 деген сөз. Сонда получается мынау бізде 1-ден бастап мынау F11-ге дейін қосынды, бұл F14-ке тең ғой мынау. Сонда F14-ке F12-ні қоссақ, бізде общий барлық нелердің саны шығады. F15 болады ғой, по сути. F15 болады бұл. Яғни бізде мынандай деп жазаламыз. Яғни барлық нелердің саны ол F12 қосылған F14. По сути, бұл бізде F15 болады сонда. F15 болады. Түсінікті ғой? Себебі 1-ден F12-ге дейін сандардың қосындысы ол F15-ке тең ғой бізде. F15-ке тең. Мынау формула бойынша. Мына жерде K-3-дің орнына біз 12-ні қойсақ, сонда K бізде 15 деген сөз. 15 болады. Сонда бізде мынандай рекуррентті қатынас пайда болды. Ал F12, F14-ті біз жаңа есептеп қойдық. F12 дегеніміз 41, F14 дегеніміз 88. Яғни 41-ге 88 қосамыз, 129 деген сан. Яғни бізде есептің жауабында 129 шығу керек. Сонда есептің жауабы бізде B болады, мынау.
Б деген жауап, яғни 129. Қазір мен сізге тағы да бір-екі қызық нәрсесін көрсетемін осы есепке қатысты. Негізі бұл жерде бізде мынандай рекурренттік қатынас орындалып тұр. Яғни бізде F1 бізде 1-ге тең, F2 1-ге тең, F3 бізде 1-ге тең, және FK дегеніміз ол FK минус 1 қосылған FK минус 3. Міне осындай рекурренттік қатынас шықты. Бұл тізбек, кәдімгі тізбек. Фибоначчи тізбегіне өте ұқсайды. Фибоначчи тізбегі қандай? Ол жерде FK өзінің алдындағы екі тізбектегі екі мүшенің қосындысына тең. Ал мынау өзінің алдындағы және алдындағысының алдындағы біреуден кейін соның қосындысына тең. Қазір осы жайында мен сізге көрсетіп беремін. Қазір мен программамен бір тексеріп шыға салайық, бүкіл санын анықтайтын программамен және барлық сиретілген элементтерді экранға шығарып көрсетейік. Содан кейін мен сізге тағы осы тізбек жайында бір мағлұматты көрсетіп өтем. Так, міне бізде C++ пен қазір санын табайық, жиындардың санын, сиретілген ішкі жиындардың саны. Так, міне бізде шықты 129. 129. Так, бұл ішкі жиындардың саны. Енді қазір элементтерін просто шығарып көрсете салайын. Так, и мынау бізде екінші программа. Бұл жерде қазір экранға сол сиретілген жиындарды шығарады. Соларды қарап тексеріп көрейік. Так, барлығын шығарып берді. То есть осылайынан кете береді. Түсінікті ғой, жақта ішкі жиындар барлығы ретімен бос жиыннан бастап шығарып беріп көрсетіп тұр. Так, және осындай сайт бар, The Online Encyclopedia of Integer Sequences деген. Осы жерде барлық белгілі тізбектер жиналған. Мен сол тізбекті қазір мұны таптым. Қараңыздар, бірінші мүшелерін көріңіз ғой. 1, 1, 1, 2, 3, 4, 6. И осы Narayana Scout Sequence дейді. Narayana сиырлары. Яғни мен алғашқы үш элементтің мәндері берілген. Олар үшеуі де бірге тең. И мынау бізде рекурренттік қатынас. Яғни AN, ол AN минус бірінші мүше мен AN минус үшінші мүшенің қосындысы. Так, мына жақта алғашқы мәндері келтірілген. И бізде жаңа есептеп тапқанымыздай міне 41 қосылған 88 бізде 129-ға тең болған. Яғни 12-ші және 14-ші элементтердің қосындысы ол 15-ші элементке тең. Яғни есептің жауабы бізде 129. Так, сонымен бұл есеп шықты. Егер сізге есеп ұнаған болса, лайк басып кетіңіздер. Сау саламат болыңыз.